Ұйымдастырылған оқу қызметі математика негіздері. Сабақтың тақырыбы пайдалы азық-түлік. Цифрларды бастырып жазамын. Мысалдар шығарамын. Балалар, пайдалы азық-түліктерге көкөністерді жатқызуға болады. Көкөністердің құрамында адам денсаулығына пайдалы дәрумендер мол. Қызанақ, қияр, картоп, орақ жапырақ, бұрыш, брокколи, асқабақ, кәде, қызылша, гүлді қырыққабат, пияз, баялды, сәбіз, сарымсақ, асбұршақ, жүгері, қабықты бұрыш, бадана, шалқан. Бірінші тапсырма. Жұмбақтарды шеш. Мысалдарды шығарып жауабымен қос. Сонша көкөністің суретін сал. Бірінші жұмбақ. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бұл не? Дұрыс, пияз екен. Жұмбақтың төменгі оң жақ бұрышындағы мысалды шығар. Жауабы мен сызып қос. Қалған екі жұмбақты да шешіп, мысалдарды шығарып, жауабымен сызып қосыңдар. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Екі балапан тұр, екі балапан отыр. Шатаспай тез ойлансаң, тура тауып атасаң. Тұрғаны бар, отырғаны барлығы қанша балапан? Дұрыс балалар, 4 балапан екен. Ендеше бүгін біз 4 санымен және цифрымен танысамыз. Іздегендер табады, зер салса егер мынаған. Тура 4 болып қалады, орындықтар құлаған. Желкенді қайық 4 цифрына ұқсайды екен. Балалар, енді 4 цифрының жазылуына назар аударайық. Екінші тапсырма, қаламмен бастырып жаз. 4 цифрын бастырып жазамыз. Үшінші тапсырма, 4 санын қалай құруға болады. Қызыл, көк дөңгелектерді санай отырып, бос төркөзге жазамыз. Келесі тапсырма, суретпен өрнекті сәйкестендір, сызып қос. 1 қосу 3 тең 4. 2 қосу 2 тең 4. Осы өрнектер қай суретпен сәйкес келеді, сызып қосыңдар. Балалар, барлық тапсырмаларды орындап болған соң өзіңді өзің бағала, смайликтердің аузын сал. Бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар.